Әхлүсүннат жамааның ақидасынан, ережесінен адасатын болса, ол адам соңында әлгі яһуди насранилардың ақидасына барып түседі. Сол үшін де бұл әхлүсүннат жамааның ақидасы дұрыс екендігін, бүкіл имамдарымыздың осы ақиданы айтқандығын біз білейік, және сол ақидамызды үйренуге тырысайық. Сөздің соңында осы мәселені айтып кетейін. Бізде жалпы бауырларымызда көбінше ақида мәселелерін үйренуге қызығушылық байқалмайды. Оған тек қана жылататын уағыз, оны бір сондай бір қайғыртатын оқиға, сол нәрсе қызық. Ал бірақ сәл басын қинау керек болған, сәл басын істету керек болған білімге қатысты мәселелер қызық емес. Ол анда-санда жылататын уағыз тыңдап қояды да, қалған уақытында әлгі тек қана жұма күні жұма мұбарак болсын деп қояды. Қалған уақытында оның тыңдайтыны әлгі Махир Зейн, Сами Юсуф тағы басқасы. Өстіп ол жеңіл жүргісі келеді. Бірақ әрбір адам бірінші өзінің ақидасын дұрыс ұстау керек. Имамдарымыз айтады, адам Алла тағаланы тануда, яғни жалпы бірінші кімге табынып жатқанын білу керек, екінші қалай табынуды білу керек дейді. Бірінші кімге табынып жатқаныңды үйрену керек. Сен Алла тағаланы тануың керек.